Менің өзі өмірлік бір ұстанымым бар да, девиз. Жаңағы қанша қиындық болса да, әйтеуір өзің алған мақсатыңнан таймай, соған жету да, қиындық болса да. Сол мен осы уақытқа дейін демеп келе жатқан сол не өзім ұстанымым деп ойлаймын. Мен жаңа осыдан біраз жыл бұрын жазған өлеңім бар еді. Бәрі сынды бел омыртқам арқамда, бәрі үзілді тоқта жіпте арқанда, тағдыр мені тәлкек етті тынбады, бәрі сынды сағым ғана сынбады деген. Сөзін жазған мықтас, қимаймын сені басқаға деген әнді. Әнді орындайтын жас талапкер Ақбота Керімбекова. Тыңдаңыздар. Ең бірінші мені танытқан халыққа осы әніммен «Қимаймын сені» деген ән болды. Ән менің досым Амангелді Сәндібаев деген жазған. Бір өлең жаза берсең, адам жалығып кетеді екен да өлеңнен. Сон кейде өзімнен бір бойымнан бір басқа да бір қабілеттерді өзім тапқандай болдым да. Ән жазамын, әндерге сөз жазамын. Ол да маған бір ермек. Өзіме бір рух береді. Мен ол кезде мектеп қабырғасында оқимын, оқушымын. Ұмытпасам, сол бір 7-8 сынып болу керек. Кешкісін анам келіп, осындай Нұртас деген ағаң бар деді. Сол кісі кешін жасап жатыр, ертең концерті. Соған жаңағы «Қимаймын сен» деген әннің орындаушысы концертке бір себептермен келе алмайтындығына байланысты. Ол әнді Нұртас аға мен анама берген, сен орындап шық деп. Сөйтіп, анам ол кісі маған ұсынды ол әнді. Фортепианомен ойнап айтып шығасың ба деп. Сонымен бір түннің ішінде сол әнді дайындалып, ұйқы жоқ, уайым, үлкен сахнаға алғаш шығуым, қалтырап, дірілдеп, кішкентай қылып қағазға жазып алдым. Мен фортепиано болғаннан кейін алдына қойып алдым да. Сөйтіп орындап шықтым, дірілдеп. Өте көп сондай өмірімде қиындықтар болды. Соны мен бір жеңу арқылы өзімнің мақсаттарыма бір қуат күш алғандай боламын. Ал мақсатына жеткен адам ол өзін бақытты сезінеді әр уақытта. Өзінің өлеңдерімен өзін бұл кісі жігерлендірді. Бұл бірден күшті болған жоқ. Қазір мына кісі күшті, өте күшті. Тартылымдылығы бар, сондай бір простой бар. Мен ақымын, андай жазымды. Бір өркөкіректік. Көрінбек түгіл сезілмейді, естілмейді, есі де жоқ мына кісіні. Мен енді Москвада әдебиет институты оқып жүрген кезімде 4-ші курста бір қызбен таныстым, сол жақта 1-ші курсқа түскен. Түрі қазаққа ұқсас, Тува елінің қызы екен. Соған енді екеуміз дос болдық. Білмеймін, ол махаббат па, басқа ма. Содан мынандай жағдай болған кезде ол мені артынан іздеп келді. Артынан іздеп келіп екеуміз қосылдық. Біз семья болдық да, Алматыға келдік. Сол бірақ тағдырдың бір қиындықтарымен, өмірдің нелерімен ол жас болды, оқуда болды, аспирантурада оқыды, сонымен екеуміз ажырасып кеттік. Сол кезде қиналып жүрген кезде жазғанмын сол. Қазір соңғы кезде айтып жүрген Димаш Құдайбергеннің ата-анасы орындайды. Светлана мен Қанат Айтбаевтар. Соған қазір бүкіл Димаштың сайттарда, поклонниктардың бәрінде бар да осы ән. Солар айтады, біз неден жазыпты сол поклонниктары, Тува елінен. Білеміз, біздің отандасымыз туралға арналған ән екенін білеміз, бірақ сөзін түсінбейміз де жазды. Біз Нұртаспен құрдаспыз. Бір жылдың төліміз. Мәскеудің Горький атындағы әдебиет институтының студенті болып жүрген кезінде, мен енді мына жерден КАЗГУ-дің оқып бітіріп қойған кезім,
ақын атым шығып жүрген кезім, бір-екі жинағым жарық көріп қойған. Мәскеудегі бүкіл одақтық жас жазушылардың кеңесіне қатынастым. Поэзия секциясында біздің өлеңдерімізді талқылады. Сол кезде Нұртас мені іздеп келіп сол жерде. Бірер жыл болса да Мәскеуде оқып қалған, орысшаға жетіліп қалған кез екен. Менің өлеңдерім туралы пікір айтты, таныстырып сөйледі. Кейбір жолма-жол аудармаларымның дұрыс аударылмаған жерлерін көрсетіп берді. Мына жерде дұрыс аударылмаған, былай аударылу керек деп. Мына біздің жанұямызда 11 ағайындымыз. Соның ішінде мынау ең үлкеніміз Жадыра Дарибаева, бұрынғы әнұранның авторының бірі. Одан кейін осы үшінші бауырымыз Нұртас Исабаев, ақын. Бұл екеуі де Мәскеуде Горький атындағы әдебиет институтын бітірген. Сол бізге бала кезінде анамыз бізге батырлар жырын оқып беретін, ертегілерді оқып беретін. Сонымен ерекше соны жақсы көретін. Сол жаңа өлең тыңдағанды, дастандарды оқығанды. Сөйтіп 6 жасымда мен оқимын деп кітапханаға барған, кітап сұрап. Сөйтсем әлі мектепке бармағанмын. Сонда жаңа есімде кітапханашы кісі айтады да, әйел кісі. Сен оқи аласың ба? Жоқ, оқи алмаймын дейді ғой. Сосын маған кітап беріңізші деймін. Онда оқығаннан кейін кел дейді ғой. Сосын үйге келіп мен қиылып салғам ғой. Мектепке барамын, оқимын деп. Нұртас өзі жас мектептен жүргеннен аудандық газеттерге өлеңдерін жазатын. Мәскеудің әдебиет институтын оқыған адамның, мысалы үшін, білетін дүниесі ол кімге болсын үлгі боларлықтай. Ол қай университетке барып сабақ берсе де, шынын айтқанда, оның кез келген профессорлардан артық лекция оқи алатынына мен сенімдімін. Сосын ол әлем әдебиетін, батыс пен шығыс әдебиетін, орыс пен қазақ әдебиетін тең сүзіп меңгерген, игерген, өте интеллектуал, білімді ақын. Қазір ойласам, Шыңғыс Айтматовтың кітаптарын қазақшаға аударылды, соны оқыптым. Таңғалыппын. Қатты әсер етеді маған. Одан кейін Джек Лондонның кітаптарын оқи бастадым 6-7 жаста. Мартин Иден деген кітапты оқыдым. Son бір досым бар, белгілі жазушы Жолтай Әлмәшев деген. Қазір Астанада тұрады, драматург, жазушы. Сол маған күледі ғой, ол менен 3 жас кіші болатын. Сол айтады ғой, сіз Нұреке, маған сол 6 жаста маған айтатынсыз, сіз жазушы болу керек, жазушы, ақын жазушы болсаң ақшаң көп болады деп. Мартин Иден деген сондай күшті жазушы болған, Джек Лондонның кейіпкері бар, соны бірден байып кеткен деп сөйтіп айтатын. Соны мен де қазақ соған, мен де жазушы болып кеттім дейді ғой, сіздің арқаңызда деп. Сол ақшаңыз қайда енді деп мен солай қалжыңдайды. 4-ші курсқа келген кезде біз өндірістік практикаға жіберді. Жалын баспасымен келісіп кеткем, сонда өзім практикамды өткіземін деп. Соған келгем ғой, 4 күн демалыс болды. Содан әкем, анам хабарласып ауылдан келіп кетті деп бізге. Сағындық, осындай, мен машина алып қойдым, сені кейін сен айдайсың деп осы. Әкем өзі инвалид артистің байне болатын, бір қолы кішкене жарақаттанғанда соғыс. Өзі айдай алмайды да. Сол праздникке жаңа мерекеге байланысты достарға да қарамай, ешкімге қарамай сол ауылға барған. Түнде пойыздан түстік, ертеңіне демонстрация болған сол ауданда, 1 майға байланысты. Соны сол жерде бір жігіт кездесіп қалды да, бір туысымыз. Сол айтты, мен саған машина үйретемін деді да, келешекте. Мен жақсы айдаймын, Москвада айдаған, армияда жүріп айдаған машинада. Полковниктің шофері болған деп, мен Москвада машина айдаса, оған сенуге болады деп. Сол жігітке айдатқанбыз ғой. Сөйтіп көрші ауданға Шиелі деген аудан, соған ауырып қалған екен, бір құдамыз соған барып қайтайық деп. Шығып келатқанда жолдан трассада аударылыппыз. Ана жігіт тәжірибесі жоқ болды ма, бір машинадан озам деп, басқа жүргізушілер. Ол жол бермеді де, сол жолдың шетіне шығып кетті бұл. Сол гармошка дейді ғой, көктемде соған түсіп, содан аударылдық. Осындай 25 жасында осындай жол апатына түсіп, әке-шешеміз біраз сүйектері қайысты.
Енді одан кейін осы Нұртас әкеміз апарып жүріп Мәскеудегі сол жоғары білімді тәмамдады. Баяғыда Есениннің бір айтқан сөзін бүкіл ақындар мәтел қылып айтады, ол өмір баяным өлеңімде деген сөз. Бұл жерде кейбір ақындар басын тау құрып, тас құрып, саналы түрде өзінің тағдырын өзі білдіріп жатады. Қолдан өздері тағдыр жасауға тырысатындар ақындардың ғұмырында, әдебиет тарихында аз емес. Баяғыда біздің Әбдікәрім Ахмет дейтін ағамыз айтады, сен біздің бір ақынды айтады, анау ағаңа айтшы, басында қайғыны төндіріп, қара аспанды жаудырып өлең жазады. Ол қайғыны шақырса келеді, айт, шақырмасын қайғыны дейді мысалы үшін. Мұна пессимизмде көп салынбасын дейтін әңгімелер айтып жүреді. Мәселе бұл жерде біздің Нұртастың жағдайы, бұл жерде басқа. Нұртастың тағдыры Құдайдың салған тағдыр, ол өзі сұрап алған жоқ. Әлгі бір ақындар секілді өзі сондай тағдырды іздеп оранған жоқ. Сондықтан Нұртастың поэзиясында бәрібір мынау сары уайымға салынып, салы суға кетіп, өмірден түңіліп, қара аспанды суға алғызып, мына бір мүсәпір күйге түсу болмаса, ондай нәрсе жоқ. Мұнда бір өршілдік бар, мұнда бір үлкен адамшылық, намыс бар. Маған жаңа дәрігерлер айтатын, шыда енді 3-4 айда тұрып жүріп кетесің деп айтатын да, жазылып кетесің, қорықпа деп сөйтіп айтады да. Соған мен өзім сеніп қалатынмын да. Сосын мен ойладым, осы күзге дейін жазылып, оқуыма қайтадан барам деп, дипломды қорғаймын деп. Өлеңімді жазып жаттым, жаңа неғанда қанша қиналып жатсам да, сол өлеңімді жазып жаттым да. Өлеңдерім өткен дипломды қорғау керек қой, дипломды дайындау керек. Сол біраз өлеңдер жазып тастадым. Сол бір жағынан жаңа ем болса, жаңа дәрігерлердің берген, екінші жағынан сол мен поэзия мені алып шықты деп ойлаймын сол жерде. Өйткені басқа нәрсе ойламайсың да, сонымен бүкіл іштегі ойлардың бәрін соған шығарып аласың. Жаңа өлеңмен де, сезіміңді де, бәрін де сөйтіп өзімді өзім сөйтіп қайрап, сөйтіп сондай сенім болды да. Сырқаты деп кетсе де бел арқамның, уайым жеп қалайша мен қорқамын. Бала кезде оқығанмын, есімде белін өзі салған дейді ер тарғын. Ақжүніске белі мықтап байлатып тұлпарын ол, шықпап педі ойнатып. Салмап педі талай ойран майданда қамыстайын қалың жауын жайратып. О көңіл ай, шарықтаған көңіл ай, кейде өзімді қалам мүлде танымай, түнді аттанам қанды майдан жорыққа долығама, шағылысып жарығай, әл жуаздау. Жігіт болып өскенмен, о батырлық көкейімді тескенең, қайрат күшін емес ұлы ерлердің махаббатын, өжеттігін көксеген. Мені сынап, жатыр енді тағдырым, жүрегіме құймақ болып зар мұңын, жарқылдайды қолым дүміт алдаспан зымырайды, атқан оқ боп әр жырым, өмір әлі, жаныма көп артар мұң, талай сынның тақсіретін тартармын, бірақ қалай жеңілсем, қасыма кеп күлетінде ер тарғын. Нұртас өзі бір 20 шақты кітаптың авторы. Қазақ тілінде, екі тілде жазады. Қазақ тілінде, орыс тілінде жазады. Бұның өлеңдерінің барлығы мынау әсіресе жастарға рух береді, патриоттық сезімді оятады, жігерлендіреді. Сондықтан мен айтарым, бұның жатқан лирика бұның бойында. Көбінесе өмірге деген құштарлық, тақырыпта, махаббат. Мынау енді өмірге деген құштарлығы бұның енді. Өмірге деген төзімдігі кей кезде барлығымызды таңғалдырады. Соның қасында мынау тірі аяқ басып жүрген азаматтардың кей кезде өмірге деген қиындықтарды қиналып жүргеніне мен таңғаламын. Айттым ғой жаңа, Лена деген қызым, сол мені іздеп келді. Атын Қарағандыда жатқанында. Алдында хат жазып, содан кейін мен оны келмеген қалап едім. Мынандай жағдай көрмесін деп. Бірақ сонда ол нағылмай келіп мен қасымда болды. Қасымда болып, сол сырттан ауысып тіпті жаңа оқуын сөйтіп
мені қарады. Дәрігерлерге де көп не қылмай, сенбей өзі қарайтын көбінесе де. Қасымда жазып ұйықтайтын, креслода отырып ұйықтайтын. Қараңғы бөлмеде жатасың ғой, түкті көрінбейді. Bir dalağa шығып, таза болып жүрсем, табиғатты көрсем деп армандайсың. Соны 3 айдан кейін шықтым ғой. Бірінші сол кезде қарасаң, бақтың ішінде ғой, жаңа аурухана. Не деген керемет дүниеде, өмірден ғажап прямо. Сондай құстар сайрап, ағаштар гүлденіп, көктем как раз жаз ғой, жаз. Сандай жаңағыдай жапырақтар, гүлдер, иісі деген аңқайды. Сондай бір сондай сезіндім де өмірдің қаншалықты қымбат екенін адамға да. Сол құштарлық сезім әлі де бар менде сол. Мысалға кішкене үйде жатып қалсам, далаға шыққанша асығамыз, көріп, адамдарды көріп болсын, нені көріп, өмір сүруден артық ештеңе жоқ сияқты да. Отец моя опора, добрый, любящий, сильный. Сила духа у него. Он всегда может всех поддержать, даже если сам в таком положении. Поэтому, наоборот, он придает сил другим, уверенности. Многому у него учатся все. Очень сильно любит своих внучек. Он такой патриот. Ну, у меня и муж такой же. Они вот с моим мужем садятся, пьют чай и начинают на эту тему вот дискуссировать или там обсуждать эту тему. Потом я включаюсь, свое мнение. Переживает очень за нацию, патриот такой. Когда он хотел сесть за руль, многие были против, потому что все-таки он же попал в аварию, и многие боялись, что это повторится, и многие отговаривали его. И как бы это для него был такой тернистый немножко путь, чтобы обучиться и все. Но он настоял на своем. Ал енді өмірде мен өзім жалғыз өзім үшін өмір сүрмеймін. Мен өзімнің қызым бар, немерелерім бар, солар үшін өмір сүремін. Елім үшін өмір сүремін деп айтып қояйын, пафос болса да негізі. Өйткені мен елімді осы жерде туғаннан кейін, осы жерде оқығаннан кейін, осы жерден білім алғаннан кейін, қанша мен өзіме дейінгі ақындардың, жазушылардың несімен өстім, жазған дүниелермен. Сондықтан мен де сол еліме, маған сондай Құдай бір дарын сыйлаған екен, мен соны осы өмірде халыққа беріп кетуім керек деп ойлаймын. Сондықтан енді азды көпті жұмыс істедім. Бұл кісі енді бір реніш бар екен, көп бойында реніш бар. Реніш деген нәрсе пәлекеттің бәрін жинап аламын емес пе? Адамның бойындағы ренішті біреуге ренішсің, іштегі жүрген бағанағы адам сол нәрсені айырылмаса, егер де оны тастап ұмытпаса, пәлекеттің бәрі жинала береді. Мен ойлаймын, мысалға мен өзімнің өмірімде мүмкін мен бақытсыз болуым мүмкін да, бірақ мен шығармамда өзімнің оқырманымен бақыттымын. Оқырманым бар өйткені мен адам біреуге керекпін. Работает он в основном ночью, когда все спят. У него как бы вдохновение приходит в тишине, когда никто не мешает. Когда у него что-то получается, он радуется, начинает это рассказывать, делиться. Но даже если он грустит, он этого не показывает. Он всегда улыбается, и все думают, что он жизнерадостный. Ну, в принципе, так оно и есть, он жизнерадостный. Нұртас құрдасымыздың, досымыздың анау 50-ге келген мерейтойында мен арнайы қайыспас қайың деген өлең шығардым. Бұл енді Нұртастың мақтылығы, ерік жігерінің, мынау адамның ішкі өзегі дейді ғой, мынау табандылығы, мынау өмірге деген құштарлығы, мынау кейбір адамдарда кездесе бермейтұғын темірдей төзімі, осының бәрі оның үлкен адам ретіндегі адамгершілік қасиеттерін, қайраткерлік, күрескерлік қасиеттерін айқындап тұрады. Дүние жерге айналып түскен ұршықсыз, шіліңгір шөлде кірпіктен құлар ыршып
тұз, сарқылмай қалған бір бұлақ болса жапанда, ол сенің ғана бұлағың болар кіршіксіз. Қатыгез тағдыр заңдарын мейлі ұқтырсын, ықтырсын кейде сесімен бізді бұқтырсын. Сүрініп біздер жығылып тұрып жүргенде, қайыспас қайың, майыссаң дағы нақтырсын. Құзырлы шағың, құшағын саған жұрт ашқан, ғұмырлы жасың, жаныңда дария жыр тасқан, мылтықсыз мірден мертіккен біздің ұрпақтың, қарасат көрген парасатысың, Нұртасжан. Нұртас біздің өзіміздің шуағымыз. Ол өте мейірімді азамат. Бойында имандылық бар. Намаз оқиды. Барлығымызға үлгі. Үлкені болып, барлығымыз сыйлаймыз Нұрекеңді. Не болса да сол кісіге бір жақсылық жасағымыз келіп тұрады. Я горжусь своим отцом, его успехами. Я знаю, что он очень талантлив. И когда признают его талант, для меня это гордость быть его дочерью. Главное, желаю, чтобы он был здоров и радовал нас своими новыми произведениями. Я слежу за его творчеством, и многие его песни знаю наизусть. Сау адам еш уақытта түсінбейді, мына коляска өткен адамның жағдайын еш уақытта түсінбейді. Ол ойлайды, неге үшін отыр деп, қалай отыр, ол неге жүрмейді деп түсінбейді да ары қарай. Ал өз басынан өткенде түсінесің. Ол да адам, оның да өмірі бар, оның да махаббаты бар, оның да сезімі бар, оның да мейірімі бар, оның да қайғысы бар. Жаңыз менің басымнан өткен жоқ ондай тағдыр. Менде адамдар өте көп. Бұл өмірде көп көрінбейді, былай көрінбейді көбінесе. Бірақ мен солардың арасында осындай жағдайды тап болған кезде олардың бүкіл өмірін, тағдырын мен басымнан өткердім. Бақытыма болмайын асамасаң, не болғаным жеңілді тасаласам, адам болып несіне ғұмыр кешем, өмірімде бір ерлік жасамасам деп та, соның мен өмірімде бір ерлік жасасам деп ойлаймын да. Әлі күнге дейін бір не бар да, сенім бар да, бір жүріп кетемін ау деп. Қанша сол үшін аяғымда сындырдым, 2 рет аяғым сынды, соның бәрінде арпалысып келатырмын да, қартайғанда біреуге тәуелді болып қалмасам екен деп ойлаймын да. Осыдан қорқамын мен. Өзіммен өзім өмір сүріп келатырмын, бірақ ертең біреуге тәуелді болып, қызыма салмақ салып басқа нағылмасам деп ойлаймын да. Қызымды өсіріп, немерелерімді оқытып, адам қылғаныма, семья қылғаныма қуанамын. Өмір деген мәңгілік нәрсе ғой. Біз содан келіп кеткен қонақпыз, бірақ адам өзінің артына із қалдырса, жақсылығын несін қалдырса, осы екінші өмір деген сияқты, өлмеген деген сияқты рухқа. Біз сол үшін күресеміз, сол үшін бір жақсылық жасаймыз, сол үшін елге бір сол ертең сенің өмірге келген бір сонда өмірге келгеннің бір пайдасы. Сондай болу керек деп ойлаймын. Содан өзің рухани бір не аласың, қуат аласың. Нұртас аға, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Әңгімеңізді тыңдап, сіздің жігерлігіңізге, сіздің құштарлығыңызға, қайтпас қайсарлығыңызға тәнді болып отырмаған. Мынау Алла тағала адам баласын жаратқан кезде әрбір пендесіне өзінің бір қасиетін береді екен. Бірақ ол әр пенде өзінің қасиетін білмей 80% өмірден өтіп кетеді екен. Біреуіне сөз құдірет береді, біреуіне іс құдірет береді. Көп қой Алланың берген құдіреттері. Сізде сөз құдірет бар екен. Мен соны байқадым. Мұқағали атам сөзі бар ғой. Өмірімді несіне жек көрейін, ауыр жеңіл болса да өткерейін. Өмір қашып барада құсқа мініп артынан жетем ба деп қуып келемін. Тағдырымды несіне жек көрейін. Мойын бұрмай, келбедім көпке дейін. Ол өмір ұстатпаған уым бар ма? Әкел, оны да жеп көрейін дейді ғой. Не болса да, мен таң атты, міне қаншама сізді көрермендер сізді құрметтеп, қошеметтеп отыр. Біз алыстан келіп сіздің сөзіңізді тыңдап, сөзіңізден қорытынды сөз шығарып отырмыз. Яғни сіз бізге керексіз, біз сізді жақсы көреміз.